Бұл бәрі бар арнасы. Бүгін бізде тек ақылдың көмегімен шеше алатын жұмбақтарды таба аласыз. Сіз қанша жұмбақты дұрыс шешкеніңізді пікірге жазып кетіңіз. Айтпақшы достар, бізді 90% жандар каналға жазылмай көреді екен. Сондықтан қызыл түймені басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Джон интернетте бір қызбен танысып, оны кездесуге шақырды. Дегенмен екеуі бір-бірінің суреттерін көрмеді. Кездесу күні қыз кафеге келіп, Джонға хабарлама жазды. Ол жерде Джон сәл кешігіп қалды. Ол кафеге кіргенде әртүрлі үстелдердегі 3 қызды көрді. Джонға көмек қажет. Осы 3 қыздың қайсысына бару қажет? Жауабыңызды пікірге жазып кетіңіз. Дұрыс жауабы. Егер сіз жағдайды мұқият бағаласаңыз, онда қыздардың біреуі ноутбукпен отыр, яғни ол жұмыс істейді және ешкімді күтіп отқан жоқ. Ал басқа қыз кофені қағаз стаканмен алған, яғни бірнеше уақыттан кейін орнын босатады. Ал қыздардың біреуі үстел басында отыр және онда 2 кесе кофе бар. Демек ол біреуді күтуде. Джонға осы қызға баруы қажет. Номер 2 сұрақ. Детективтік жұмбақ. Әйел полиция шақырып, оны тонағанын айтты. Ол ұрылар диванның үстінде ілулі тұрған қымбат суретті алып кеткенін мәлімдеді. Басқа ештеңе алмады. Пәтерде тонау болғанын түсінген үй иесі бірден полиция шақырып, ештеңеге қол тигізбеді. Полиция әйелді тыңдап, пәтерді мұқият тексеріп, ақыры үй иесін өзін қамауға алды. Неліктен? Дұрыс жауабы. Полиция диванға назар аударды. Ол оқыпты жиналған және бұзылмаған. Дегенмен ұрылар суретті түсіру үшін оның үстіне шығатын еді. Ал үй иесі полиция келгенге дейін ештеңеге қол тигізбегенін айтты. Яғни ол тонауды өзі жасады. Номер 3 сұрақ. Ал қазір зейініңізге байланысты бірнеше сұрақ келеді. Ескерту, бейнені тоқтатуға болмайды. 2 бірдей суретті тап. Номер 4 сұрақ. Логикалық жұмбақ. Түркияда көптеген аяқ киім тазалаушылар жолаушыларға өз қызметтерін тегін ұсынады. Бірақ соңында жолаушылар оларға бәрібір ақша төлейді. Аяқ киім тазалаушылар не істейді? Дұрыс жауабы. Бұл сұраққа жауап беру үшін сіз өзіңізді аяқ киім тазалаушының орнына елестетіңіз. Сізге төленетініне сенімді болу үшін сіз тек бір аяқ киімді тегін тазалауыңыз керек, ал екіншісіне ақы сұрайсыз. Ешкімде таза аяқ киіммен және бір лас аяқ киіммен жүргенін қаламайды. Номер 5 сұрақ. Осы суреттерде мүмкіндігінше көп айырмашылық табыңыз. Сізде 30 секунд қана бар. Видеоны кідіртуге болмайды.
Неше айырмашылық таптың? Пікірге жазып кет. Ең көп тапқан кім екен? Бейненің соңына келіп қалдық. Егер видео ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Себебі күнде логикалық және қызықты видеолар шығып отырады. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.